Компьютерімізді өзімізге керек уақытында қалай өшіре аламыз? Мысалға, сіз түнімен кино көріп жатырсыз, ұйықтап қаласыз. Компьютеріңіз таң атқанша қосылып қалады. Или кез келген ұзақ уақытқа қосылып қалады. Немесе сіз қазір мен компьютерге оралам дейсіз да, ұмытып кетесіз, ұйықтап кетесіз, немесе бір жерге шығып кетесіз. Компьютеріңіз қосылып тұрады. Қызып кетуі мүмкін, светтің ақшасы кете береді, тағы да басқа. Енді осы мәселені қалай шешеміз? Бұрын телевизорлерде болатын, естеріңізде болса, автоотключениені басып, таймерді қойып уақытын өзімізге керек уақытта қойып, өзімізге ыңғайлы нәрсе жасайтындығымыз. Енді бұны қалай жасаймыз компьютерде? Ол үшін ыстық клавишадан, өздеріңіздің клавиатурадан Windows R ыстық клавишасын бір мезетте басасыздар. Сіздерде выполнить терезесі ашылады. Сол жерге shutdown пробел -s пробел -t и 3600. Енді бұл жерде түсіндіріп кетейін. Shutdown дегенді Google переводчикке салып қарасаңыздар қазақша. Жою, shutdown дегенді, то есть жабу дегенді білдіреді. Жабу дегенді, S деген компьютерді өшіру дегенді білдіреді, T деген time дегенді білдіреді. Енді қарасаңыздар, бұл жерде компьютерді өшіру командасын беріп тұрып біз. T деген time бұл жерде секундпен өлшенеді. Секундпен. Енді қараңыздар, 600 десек, бұл жерде 600 секунд, ол бізде 10 минут. Егер 3600 десек, ол бізде 1 сағат. Мысалға, мен 1 сағатқа осылай деп жазамын, окей батырмасын басам, сол кезде сізге напоминание шығады. Сағат жақта, оң жағында, ваш сеанс будет завершен через 60 минут дейді. Сіз егер 600 десеңіз, 10 минут шығады. Міне осылай автоматически компьютеріңіз напоминание шыққаннан кейін міндетті түрде өзінен өзі өшетін болады. Енді сіз бұл жерде 2 сағатқа қоясыз ба, 3 сағатқа қоясыз ба, өзіңіз секундпен калькулятормен есептеп, немесе өзіңіз ойланып қойсаңыз болады. Енді бірақ сіз қойып компьютердің өшкенін отмена жасағыңыз келсе, осы қойған командаңызды, ол үшін выполнить қайтадан Windows R ыстық клавиша арқылы барамыз. Сол жерге shutdown пробел -a деп жазасыздар. Ол сіздің берген командаңызды, жаңа қойған уақытыңызды, таймер уақытыңызды отмена жасайды. Міне, осылай соны дұрыс жазсаңыздар, сіздерге выход из системы отмена. Енді мен бұл жерде сіздерге реальнетті көрсетейін десем, запись жазып жатқан кезде бұл командалар шықпайды екен, напоминаниялар, сол себептен сіздерге осылай көрсетуге шештім. Ең бастысы каналымызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.